Үлкен күре жолдың бойында орналасқан аумағы ауқымды Төрткүл ауылдық округі ежелден бау-бақшасымен, әсіресе тіл үйрер қауын қарбызымен ат шыққан берекелі аймақ. Аграрлы ауылдың диқандары осыған дейін өздері өсірген шырынды өнімдерін жол жиегіне, яғни бейберекет жабайы сауда түрінде сатып келген еді. Әрине, бұл жағдай жол бойына тоқтап сауда жасайтын жолаушылар үшін өте қауіпті болса, аптап ыстықта күннің астында тұратын сатушылар мен тез бұзылатын өнімдерге де оңай тимеді. Осы маңызды мәселені назарға алған округ әкімдігі арнайы ұсыныс тастап, бүгінде жол бойындағы сауда мәдениетін жаңа деңгейге көтеруде. Нақтырақ айтсақ, Түркістан бағытынан Төрткүлге кіреберіс тұсқа және Төрткүлдің Спатай елді мекен аумағына, яғни ауылдың шыға берісіне жаңа үлгідегі сауда орындары салынуда. Қазір таңда тиісті құрылыс жұмыстары аяқталуға жақын. Енді осы бағытта ауыл шаруашылық дақылдар өсіп, жылда мына жабайы сауда орын алатын, мына батыс Еуропа, батыс Қытай көлік дәлізінің бойында кейбір келеңсіз жағдайлар орын алып қалады. Соның бәрін алдын алу мақсатында ұсыныстар болған. Соның арқасында ЖКХ бөлімі арқылы қазір маусымдық сауда қатары Түркістанға қарай шыға берді, және Төрткүлден Темірланға бағытында да 50 орын, екеуі жалпы. Осындай жұмыстар атқарылады. Құда қаласа осы бір аптаның көлемінде толық құрылысы бітеді деп отырмыз. Оны кеше аудан басшылығы келіп, соңғы нақты тапсырмалар беріп кетті. Бұл енді жаңа айтқан біткен күнде мына жердің біразын жобаға келтіреміз. Бәрін жалпы алып сатар алған емес, өз еккен адамдардың тұруына ықпал жасаймыз, мүмкіндіктер. Мысалы, көбісі техникасы болмайды, алысқа барамайды. Солар өздерін әкеп сата беретін болады. Мұнда заманауи талаптарға сай төбесі толық жабылған, жалпы саны 50 орынға шақталған сауда сөрелері бой көтерді. Тұтынушылар мен жүргізушілерге қолайлы болу үшін бұл жерге қосымша асфальт жабындысы төселіп, түнгі уақытта да қауіпсіз болу үшін аумағы толық жарықтандырылады. Біз бұрын осы жерде мына сыртта жабайы сауда ретінде сыртта отыратынбыз. Қазір осындай здание соғып берді әкімшілігіміз. Рахмет, мың алғыс. Осының ішіндеміз. Қазір жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Құдай қаласа бізге енді сыртқа асфальт төсеп, светімізді, суымызды жүргізіп береміз деп жатыр. Көп-көп рахмет. Саудамыз жақсы қазір. Бұрынғыдан қайда жақсы болып қалды. Іште жаңа өнімімізде, бұрын сыртта тұрған кезде өніміміздің бәрі күнге күйіп, көп шығын болатын. Қазір енді жақсы. Шүкір, рахмет. Өте дәмді, өте тәтті біздікі. Жан-жақтағылардың бәрі осы Төрткүлдікін іздеп келеді ғой. Олар да бұрын қиналатын, күннің астына қалып кеткен товар деп. Енді қазір қуана-қуана алып жатыр, жан-жақтан тоқтап жатыр. Жолдың бойы. Төрткүлде тек сауда саласы ғана емес, ауыл балаларының бос уақытын тиімді өткізу мәселесі де басты назарда. Округке қарасты елді мекендерде балаларға арналған ойын алаңшаларын салу жұмыстары қарқынды жалғасуда. Бүгінде округ құрамындағы ауылдардың түгелге жуығы заманауи ойын алаңқайларымен қамтылып үлгерді. Соның бір айғағы шағын ғана Ақсары елді мекенінде пайдалануға берілген жаңа ойын алаңшасы. Көптен күткен бұл нысан заманауи қауіпсіздік талаптарына сай жабдықталып, бүгінде ауыл балаларының нағыз қуаныш ұясына айналды. Балалардың асыр салып ойнап шынығуына барлық жағдай жасалған. Ауылдың берекесін асырған маусымдық сауда орындары мен кішкентай бүлдіршіндерге сыйланған қуаныш Төрткүл ауылдық округіндегі жүйелі жұмыстардың бір парасы ғана. Халықтың қауіпсіздігі мен жайлылығын ту еткен игі істер алдағы уақытта да жалғасын таба бермек. Абай Омардастан, Әділбек Кемел арнасы.